Bir әйел күн сайын Алланың разылығы үшін үйінің сыртына бір бөлке нан іліп қояды екен. Ал сол нанды алу үшін күн сайын бір бүкір қарт келеді екен. Бірақ ол алғыс айтудың орнына үнемі бір ғана оғаш сөзді қайталап, не істесең, сол өзіңе қайтып келеді дейтін. Бұл сөз әйелдің ашуын келтіретін. Оған қарт рахмет айтып дұға етудің орнына бос сөйлеп, күңкілдеп жүргендей көрінетін. Бір күні әбден шаршаған сәтінде оның басына жаман ой келеді. Осы әңгімені бір жола тоқтатайын деп, ол нанға у қосып қояды. Бірақ нанды ілуге шыққанда, қолдары дірілдеп кетеді. Ақылы орнына келіп, мен не істемекпін? Мен мұндай адам емеспін ғой деп, у қосылған нанды отқа тастап, оның орнына жаңа таза нан іліп қояды. Қарт келеді де, нанды алып, әдеттегідей не істесең, сол өзіңе қайтып келеді деп кетіп қалады. Сол кеште есік қағылады. Алдында оның жорыққа кеткен ұлы тұр екен. Киімі жыртылған, аштықтан әлсіреп, әрең тұр. Ол құлап бара жатып, анашым, мен аштан өліп қала жаздадым. Бірақ жолда бір қарт періште маған өз нанын берді дейді. Сол кезде ананың аяғының астынан жер тайғандай болады. Себебі, бұл таңертең өзі пісірген наны еді. Жүрегі қатты соғады. Егер ол бүгін у қосылған нанды ауыстырмағанында, өз баласын өз қолымен өлтірер еді. Жақсылықта, жамандықта айналып келіп, өз иесіне қайтады дегенді ол тек сол кезде ғана түсінеді.